Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Елордада өткен салтанатты шарада кәсіпкерлерге алтын сапа марапаты табысталды. Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев халықтың қамы үшін әлі де болса еңбек етуге дайын екенін мәлімдеді. Кәсіпкерлерге алтын сапа марапаты табысталды. Елордада өткен салтанатты шарада сапалы тауарлар өндірушілерге ұлы дала елі іскерлік кемелдік байқауларының марапаттары және парыз сыйлығы табысталды. Байқау жеңімпаздары өндірістік мақсаттағы үздік кәсіпорын, халыққа арналған тауарлар шығаратын үздік кәсіпорын, қызмет көрсететін үздік кәсіпорын және азық-түлік тауарлары мен ауыл шаруашылығы өнімдерін шығаратын үздік кәсіпорын деген 4 номинация бойынша марапатталды. Айтулы шараға президент Қасым-Жомарт Тоқаев онлайн форматта қатысты. Жалпы 15 жыл бойы өткізіліп келе жатқан дәстүрлі алтын сапа конкурсын ұйымдастырушылар 2,5 мыңға жуық өтінім қабылдады. 140-тан аса кәсіпорын үздік деп танылды. 2021 жылы 160 кәсіпорын байқауға қатысуға өтінім беріп, оқыту семинарына өтті. Отандық тауарлар қолжетімді болғанымен бағасы қымбат, себебі кейбір техниканың жоқтығынан шетелдерге жіберіп өңделеді. Отандық сапалы өнім өндіру үшін ең алдымен қабілетті мамандар мен техника қажет. Бизнесті қолдау, ісін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлерді қанаттандыру мақсатында өткізілетін алтын сапа байқауы дәстүрлі шараға айналған. 15 жыл бойы үздіксіз өткізіліп отырған шараға еліміздің сапалы тауар өндіріп жатқан бизнес өкілдері белсенді қатысуда. Биылғы жылы байқауға 160 кәсіпорыннан өтінім келіп түскен. Елордада өткен айтулы шарада байқау жеңімпаздарын үкімет басшысы Асқар Мамин марапаттап, ел президенті қашықтан құттықтады. Бүкіл еліміз бойынша 1500 жаңа өндіріс іске қосылды. Бұл мақсатқа 9 триллион теңгеден астам инвестиция жұмсалды. 220 мыңнан астам тұрақты жұмыс орны ашылды. Былтыр өңдеу өнеркәсібінің экспорты 3 есе өсіп, 15,4 миллиард долларға жетті. Алайда индустрияландыру аясында қолға алынған талай жобалар бастау алғанымен ғұмыры қысқа болып жатыр. Мемлекет басшысы ендігі мақсат өнеркәсіпке қажетті білікті мамандар әзірлеу деді. Себебі бүгінде өндіріс саласында өз ісінің мамандары тапшы. Бұл индустрияландыруды тежеуші факторлардың бірі болып отыр дейді Тоқаев. 2025 жылға дейін 500-ге жуық индустриялық жоба іске қосылмақ. К 2025 году мы намерены запустить около 500 индустриальных проектов. Правительству предстоит уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров для этих производств. Сондай-ақ жас мамандарды жұмыс орнында оқыту мәселесі қолға алынып, мемлекет тарапынан тиісті субсидиялар қарастырылуда. Бірақ президент мұның өзі жеткіліксіз екенін айтты. Өз кезегінде үкіметпен Атамекен кәсіпкерлер палатасына қызметкерлерді ынталандыру және жұмыспен қамту, олардың біліктілігін арттыру үшін арнайы шаралар әзірлеуді тапсырды. 15 жыл ішінде конкурсты ұйымдастырушылар 2,5 мыңға жуық өтінім қабылдап, 140-тан аса кәсіпорын үздік деп танылды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. 68 жастағы Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев халықтың қамы үшін мемлекет басшысының тапсырмасын бұлжытпай орындау үшін әлі де болса еңбек етуге дайын. Бүгін Елордадағы әкімдердің дәстүрлі брифингіне қатысты Сапарбаев журналистер сұрағына осылай деп жауап берді. Ал әкім өзінің айлығы қанша екенін атаудан бас тартты. Жамбыл облысының экономикалық әлеуметтік даму барысын баяндаған ол, Қордайда орын алған жанжал бойынша жағдай тұрақталды деді. Елордаға аттерлетіп келген Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев өңірдегі шешімі табылмай жатқан талай мәселені шешіп тастағанын баяндады. Өздеріңізге мәлім, ол Жамбыл облысына Қордайдағы қазақ дүнген қақтығысынан соң әкім болып барған еді. Еске сала кетейік, өңірде қазақтар мен дүнгендер жолға таласып, кикілжің орын алғанды. Ақырында арты үлкен қақтығысқа жалғасып, кісі өлімі тіркелген еді. 50 адам күдікке ілініп, 7-еуі сотталды. Бұл облыс көп ұлттар шоғырланған аймақ екені мәлім. Осы жағдайдан соң бейбітшілік пен келісім жобасы қолға алынған болатын. Әкім қазір өңірде жағдай тұрақты дейді. Осы Қордайда болған оқиғаны сол жергілікті тұрғындарға түсіндіріп айтып, мына ұлттардың арасындағы қарым-қатынасты, достықты нығайту. Оның енді нәтижесі 1 жылдан астам уақыт өтті деуге болады. Қазір өз жердегі жағдай тұрақты. Жалпы Сапарбаевты кризисмен деп атап кеткен. Қай өңірде проблема туындаса, мемлекет басшысы сол аймаққа Сапарбаевты тағайындап, мәселені шешуде шеберлік танытып жүрген әкім. Дегенмен жылдар өтіп жатыр, жұмыстан шаршамайтын Бердібек Сапарбаевтың жасы да келіп қалды. Бірақ 68 жастағы әкім әзірге зейнеткерліктің рахатын көруге асығар емес.
Это зависит от моей способности и от президента страны. Бұл менің мүмкіндіктерім мен президентке байланысты. Кез келген адам еңбегіне қарай бағалануы керек. Денсаулығы дұрыс болса, күш-қайраты болса, неге халыққа қызмет етіп, президенттің тапсырмасын орындай бермеске? Ең бастысы мемлекет басшысының сенімі. Сондай-ақ әкімнің жалақысына қатысты сұрақ қойылған еді. Сапарбаев мырза бұл жолы да айлығының көлемін атаудан бас тартты. Зарплата работников государственных служащих. Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы үкімет қаулысы негізінде еңбек өтіліне қарай белгіленетінін тағы да қайталап айтамын. Әріптестерім қанша жалақы алатын болса, сонша алып жүрмін. Айта кетейік, Жамбыл облысының халқы ең төменгі жалақы алатындар қатарында. Кейбір мәліметтер бойынша Бердібек Сапарбаевтың еңбекақысы 865.180 теңгені құрайды екен. Ал Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев 1.900.000 теңге жалақы алады. Осы алаңда Қызылорда облысының әкімі Гүлшара Әбдіқалықова ханым ай сайын 1.800.000 теңге алатынын жариялаған болатын. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Евразиялық ғарыш агенттігін құру ұсынылды. Мұндай бастама ғарыштық интеграция бірінші іскерлік форумында айтылды. Бұл сала өзекті, сұранысқа ие және болашағы зор дейді сала өкілдері. Адамзаттың ғарышты меңгергеніне 60 жылдан астам уақыт өтті. 8 желтоқсаннан бастап Байқоңыр ғарыш айлағынан халықаралық экипаж мүшелерімен Союз МС-20 ғарыш кемесі, 12 желтоқсан Протон ауыр зымыраны және тағыда 2 байланыс жерсерігі ұшырылмақшы. Пандемия шектеулеріне қарамастан жұмыс жоспарға сай жүріп жатыр дейді Роскосмос корпорациясының басшысы. Спустя 46 лет мы 46 жылдан соң біз қайтадан айға оралып жатырмыз. 2022 жылдың шілдесінде Восточный ғарыш айлағынан Луна 25 ғарыш аппараты ұшырылады. Келер жылдың қыркүйек айынан бастап Марсқа жол тартамыз. 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап күн жүйесі планеталарына ұшуды бастаймыз. Қазір бәйтерек зымыран ғарыш кешенін құру жобасы жүзеге асырылып жатыр. 2023 жылдың 4 тоқсанында Роскосмоспен бірге алғашқы ғарыш сапары жоспарланған. Ресей Федерациясы және Біріккен Араб Әмірліктерімен бірлескен Гагарин стартын модернизациялау инвестициялық жобасы да бар. Казсат-2 және Казсат-3 жерсеріктік байланыстары Қазақстанның телехабар таратудағы және байланыс саласындағы қажеттілігін 100%-ға қамтамасыз етіп отыр. Цифрландырудың арқасында 367,8 мың гектар есепке алынбаған жер анықталды. Ендігі мақсат Евразиялық экономикалық одақ шеңберінде өзара тәжірибе алмасуды арттыру және жолға қою. В первую очередь нам необходимо в ближайшее время наладить этот обмен снимками, интегрировать наши базы данных. Ең алдымен бізге жақын арада суретпен алмасуды реттеп, міндеттерді жедел түрде орындау үшін Ресей, Беларусь мемлекеттеріндегі әріптестерімізбен деректер базасын біріктіру қажет. Екінші бағыт Евразиялық экономикалық одақ елдерінде бар ғарыштық мониторинг шеңберіндегі шешімді ұсынады. Олардың бір бөлігі қазірдің өзінде трансферт жасап, Евразиялық экономикалық одақ елдеріне таратып жатыр. Форумға тікелей ғарыштан қосылған ғарышкерлер де өз пікірлерін білдірді. Надеемся, что принятые в ходе работы форума решения. Форум жұмысы барысы қабылданған шешім ғарыш саласындағы Евразиялық экономикалық одақ елдері арасында ынтымақтастықтың кеңеюіне, тиімділігіне сеп болады деген үміттеміз. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Алматы қаласында Рысқұлов даңғылы мен Жансүгіров көшесінің қиылысында жылу трассасы жарылды. Оқиға орнына шұғыл түрде Алматы жылу желілері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің авариялық бригадасы жеткен. Рысқұлов даңғылының бойы мен Жансүгіров көшесінен Розовая көшесіне дейін батыс бағытта қозғалыс тоқтатылды. Шектеу жол төсемі қалпына келтірілгенге дейін сақталады. Әкімдіктегілер халыққа ыстық су беру жедел түрде қайта іске қосылғанын хабарлады. Апаттың неден болғаны әзірге белгісіз. Төтенше жағдай орнында Алматы жылу желілері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің авариялық бригадасы жұмыс жасап жатыр. Порыв теплотрассы произошел сегодня около 9 часов утра. Жарылыс бүгін 9-дар шамасында болды. Апатты оқшаулау мақсатында жедел түрде шаралар қабылданып, қазір апатты жою жұмыстары жүріп жатыр. Қалпына келтіру жұмыстары шамамен 22 сағатқа созылады. Тұтынушылар ыстық су мен жылыту жүйесінен ұзаққа ажыраған жоқ. Қазір шағын ғана жарнама, одан кейін көретіндеріңіз. Ақтөбе облысында қаржы пирамидасы деп танылған Крауд-1 компаниясының жолы кесілді. Батыс Қазақстан облысында Қазпошта мекемесінің қызметкерлері 33 миллион теңге қаражат жымқырған. Орал қаласының іргесінде орналасқан Асан ауылының тұрғындары жарық пен жолға жарымай отыр.
Союз меха фирмасы құндыз, қаракүзен, бұлғын және мутон сияқты бағалы аң терісінен тігілген тон ішіктердің алуан түрін ұсынып отыр. Нағыз сән қойлар үшін бұл керемет мүмкіндік. Қаржыңыз қалауыңызға сай келсе, дене бітіміңізге жарасымды тондарды сатып алудан қапы қалмаңыздар. Көрмеде таңдау мол. Өндірушілер шикізатты негізінен Канада, Дания, Финляндия, Австралия елдерінен сатып алады. Мы рады приветствовать вас на нашей выставке «Союз». Біздің көрмеде тондар мен ішіктердің 5000-нан астам түрі қойылған, кез келген үлгідегі, өлшемдегі тонды қалтаңыздағы қаражатқа сай таңдап сатып алуға жәрдемдесеміз. Тондарды екінші деңгейлі банктер арқылы несиеге рәсімдеуге немесе ай сайын бағасын бөліп төлеуге де болады. Союз меха компаниясы нарықта 30 жылдан астам жұмыс жасайды. Көрме Сырымдатов көшесі 28-де 2 мекенжайында орналасқан Твой дом Квант сауда үйінде таңғы сағат 10-нан кешкі 19:00-ге дейін сіздерді асыға күтеді. Ақтөбе облысында қаржы пирамидасы деп танылған Crowd1 компаниясының жолы кесілді. Пирамида құрығына іліккен ондаған адам виртуалды жер учаскесін сатып алыпты. Сонымен қатар басқа да пирамида ұйымдастырушы деп танылған адам 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Ақтөбеде Crowd1 халықаралық желілік компания атын жамылған қаржы пирамидасын ұйымдастырушы ұсталды. Олар тұрғындарды виртуалды жер учаскелеріне ақша салуға үгіттеген. Ақ, қара, алтын және титан деп бөлінетін қызмет жиынтығының құны 99-дан 2,5 мың евроға бағаланған. Ал кепілді ақшаны салымшылар сол күйі ала алмай полицияға жүгінген. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Сонымен қатар 150 ақтөбелікте бұдан өзге тағы бір қаржы пирамидасының құрбаны атанды. Қылмыстық іс материалдарына сүйенсе, Қайрат Істілеу жалған келісімшарт жасасқан. Салымшылардан 300 мың теңге ақша алып, 500 мың қылып қайтарып беремін. Маған сенсеңіз болғаны деп уәдені үйіп төгіп, артынша сан соқтырып кеткен. Шығын көлемі 70 миллион теңге шамасында. Оған 6 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру және 7 жыл коммерциялық ұйымдарда басшылық қызмет атқару құқығынан айыру жазасы тағайындалды. Алайда сотталушы өз кінәсін мойындамады. Сот үкім шығарарда айыпталушының кішкентай балалары барын ескерді. Еркебұлан Серікұлы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТК42 телеарнасы, Ақтөбеден. Маңғыстау облысында Ақ жол Қазақстанның демократиялық партиясының бастамасымен 21 ғасырдағы Алаштың Ақ жолы жалпыұлттық байқауының екінші кезеңі өтті. Байқауға Алаш қозғалысы тақырыбын зерттеумен айналысатын азаматтар өз жұмыстарын жіберген. 200-ден астам байқау жұмысының ішінен 40 зерттеушінің еңбегі екінші кезеңге өтті. Байқауға қатысушылар арасында студенттер мен тарихшылар, еліміздің түкпір-түкпірінен келген бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері бар. Қатысушылар Алаш қозғалысының тарихымен байланысты 200-ден астам зерттеу жұмыстарын жіберген. Ғалымдар мен тарихшылардан құралған сарапшылар комиссиясы екінші кезеңге 40 зерттеу жұмысын өткізіпті. Әдебиетшілерді, соның ішінде Мағжан Жұмабаевты, Бейімбет Майлиннің өмірбаянымен танысқан кезде алдымен барлығында ауыл молдасынан хаттан, кейіннен Уфа қаласындағы Ғалия медресесінде оқыған дегені бар. Сол Алаш арыстарының оқыған Ғалия медресесінің қазіргі жағдайы, оны кім салыстырды, оны да салысқан бөтен емес, біздің өз аталарымыз болып шықты. Ақ жол Қазақстанның демократиялық партиясы бұл байқауды өткізуді 10 жыл бұрын бастап, жыл сайын жалғастырып келеді. Партия мүшелері Алаш қозғалысы туралы естеліктерді жандандыруды мақсат тұтады. Сондай-ақ қазіргі жастар арасында ұлттық қозғалысты насихаттау бойынша орасан зор жұмыс атқарып келеді. Осындай байқау арқылы, оның алдында бұл байқау бір жылдар тіпті халықаралық ұлттық деңгейде өткізілген байқау болды. Биыл ол жалпы былай ұлттық республикалық деңгейде өтіп отыр. Осы байқау арқылы Ақ жол демократиялық партиясы Алаш идеясын мейлінше кең халыққа насихаттап келе жатыр. Үздік жұмыстардың авторлары 3 номинация бойынша финалға жолдама алады. Желтоқсан айында жеңімпаздардың есімі белгілі болмақ. Финал елордада өтеді. Айдана Мәуленқызы, Мұқағали Нұрдәулетов, Рустам Жұмашев, ТК42 телеарнасы, Маңғыстаудан. Келер жылдан бастап зейнетақы қорынан түрлі операция орындау үшін алатын қаражатқа қол жетпей қалуы мүмкін. Мысал алсақ, 2022 жылы ең төменгі жас мөлшері 20 жастағы қазақстандық кез келген азаматтың зейнетақы қорында қажет қаражатын пайдаланғанның өзінде 3 миллион 140 мың теңге қалуы керек. Енді көпшіліктің басты мәселесі тұрғын үй болуы себебінен атыраулық тұрғындар қордағы қаражатты отбасы банк арқылы пайдалануды жөн көріп, келушілер саны күрт артқан.
Келер жылдан бастап зейнетақы қорынан ақша алу мүмкіндігі азаятын естіген тұрғындар тұрғын үй алу үшін бұл банкке де келіп толассыз тізімді көбейтуде. Банк әкімшілігі қызметкерлер қатарын қанша көбейткенмен соңғы бір аптада соңғы жаңалықтарға байланысты 30-40%-ға тұтынушылар саны артқан дейді. Вообще не знаю, не істеп отырғандарын білмеймін. Әлі отырып, 1 сағат болды, 1 сағат жарым. Невозможно, обслуживаниесі онша емес. 2 күн жүрмін, әлі жүрмін. Зайынды болады, соқсаңыз, сосын телефон алмайды, сосын осыған тура келу, аяқтай тура келуге міне. Мәжбүрлеп тұрған, көріп тұрсыз ба? Қаншама халық адам. Атымда пенсионный фондтан қызымның жалға алған үйін жабайын деп едім, сол үшін мұнда жаңағы сұхбат алайын деп келіп тұрдым. Мынандай очерк бар екен, мен білген жоқпын бұрын. Зейнетақы қорындағы өзгерістерді естіген тұрғындар жыл соңына дейін қалған 20 күнде отбасы банк бойынша қаражаттарын оңтайлы пайдаланғысы келетіндерін алға тартады. Бәрін бірдей қабылдап үлгере алмағандықтан банк әкімдігі қосымша қызметкерлерді көбейткендігін және штаттан тыс 80 қызметкер демалсыз қызмет көрсететінін жеткізді. Операцияны жүзеге асыру үшін оларға арнайы счет аштыру керек. Сол себепті азаматтар қазір барынша осы үлгеру мақсатында банкке келіп жатыр. Банкке келген азаматтардың саны көбейді. Қазіргі таңда жалпы залда 10 менеджер отырып еді, қазіргі таңда 4 менеджер қосайын деп жатырмыз. Сонымен қатар 80 штаттан тыс кеңесшіміз бар. Алайда менеджерлер саны біз барған уақытта толық құрамда көрінбеді. Ал тұрғындар болса аз ғана қалған уақытта жинағының бір бөлігін пайдаланғысы келіп, ұзын сонар кезекті амалсыз күтуде. Онлайн форматты енгізгенмен көпшілік ол қызмет түрінің тілін білмейтін жеткізді. Ал үй алу операциясын орындау үшін кемінде 1 ай уақыт кететінін ескерген жөн. Райымбек Әділгерейұлы, Айбек Байзақов, ТТК Атыраудан. Батыс Қазақстан облысында Қазпошта мекемесінің қызметкерлері аталған акционерлік қоғамға тиесілі 33 миллион теңгені жымқырған. Олар жергілікті серіктестердің бірінің аударған қаржысын өздеріне еншілеп отырған. Қазір Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 189 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бұдан басқа пошта қызметкерлері зейнеткерлерді алдап 7 миллион теңгесін иемденіп кеткені әшкереленді. Бұдан да басқа аталған тұлғалар зейнеткерлерге тиесілі 7 миллион теңгеден астам сомадағы ақша қаражатын алдау және сенімге қиянат жасау жолымен иемденген. Республикалық және облыстық маңызы бар жолдарды тазалау жол көлік оқиғаларының алдын алуына сеп болады. Ал қыс мезгіліндегі трассадағы қар мен мұзды уақытылы аршу аса маңызды. Осыған орай бүгін Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті өкілдері мен еріктілер және Қазавтодор өкілдері жолдарды тазалау жұмыстарына қанық болды. Облыс тұрғыны Еділбекестің айтуынша аудан мен облыс орталығын жалғайтын жолдарды уақытылы қардан аршу жұмыстары көп жағдайда кейінге қалдырылып жатады. Тіпті ақтүтек боран соққанша ақ қар мен көк мұз жол бойында жатады. Салдарын әрине көретін халық. Қазір жаңағы қаланың жолы сын көтермейді. Енді бұл жерде жаңағы мемлекеттік тендерді ұтып алып, жаңағы істеп жатқан жігіттер бар ғой, соларға мен айтар едім, жаңағы жұмысты күшейту керек. Қазавтожол жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің облыстағы филиал мамандарының таратқан ақпаратына сүйенер болсақ, биылғы маусымға жоспар бойынша дайындалуы тиіс 14 мың инертті материалдың 12 мың тоннасы әзір. Қажет болған жағдайда қосымша құм мен тұз қоспасының қоры бар. Әзірге жауын-шашын мөлшерінің төмен түсуі себепті трассаларға құмды қиыршық тастар себілмеген. Өзіңіз көріп тұрсыз жолдың жағдайын. Жол деген ашық. Қазіргі таңда жұмыстар әлі де жүріп жатыр. Сала мамандарының айтуы бойынша жолдарды күтіп баптауға арналған техникалардың 60%-ның тозығы жеткен. Бірақ қажет жағдайда көрші облыстардан техникалар келісімшартпен тартылатын болады. Сонымен қатар бүгінгі шара тек қана облыстың маңызы бар жолдарынан бөлек қала аумағында да өтті. Кемшіліктер анықталуда және осы қазіргі кезде Қазавтодор жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкіліне осы кемшіліктер бойынша түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Қандай жұмыстар атқарылуы туралы ұсыныстар берілді. Бұдан бөлек жол сақшылары жүк көліктерін тоқтатып, олардың жүргізушілеріне арақашықтықты сақтау қажеттігін ескертті. Кем дегенде фуралар арасындағы алшақтық 20-25 метр болуы тиіс. Яғни жеңіл көліктердің еркін қозғалуына жағдай жасалуы қажет. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қаланың іргесінде орналасқан Асан ауылының тұрғындары жарықпен жолға жарымай отыр. Бәйтерек ауданының тұрғындары бірнеше жылдан бері толарсақтан саз кешіп, күз бен көктемде балшық кешіп жүр. Тұрғындардың базынасы туралы толығырақ алдағы сюжеттен көрейік.
Асан ауылы облыс орталығының іргесінде орналасқан. Осы елді мекенге қарасты Бөкейорда көшесінің тұрғындары 20 жылдан бері жыл 12 ай бойы жолдың жоқтығынан зардап шегуде. Жол деген мынау көріп тұрсыңдар өздерің. 20 жыл болды осында көшіп келгенімізге. 20 жылдан міне көріп кеткеніміз осы. Жаз болса батпақ, қыс болса, күз болса да батпақ міне. Балалар детсадқа, школға бара алмайды. Скорый келмейді. Такси келсе де 2 есе ақшасын сұрайды. Осы азаматтар секілді Мирный көшесінің тұрғындары да жауын шашында балшық кезіп, көлігі батпаққа батып, резеңке етік киіп жұмыспен оқуға қатынайды. Және ауыл тұрғындарын көшелердің жарықтандырылмауы да мазалайды. Қанша жыл өтсе де өзекті проблемалар өз шешімін таппай келеді. Жарық та жоқ, жарық қойған 1-2 лампочка жанбайды дейміз. Жоқ жарық. Асан елді мекені Мичурин ауылдық округіне қарайды. Ауыл әкіміне тұрғындарды толғандырған сауалдар жолдадық. Атқамінердің сөзіне сенсек, былтыр республикалық бюджет есебінен Асан ауылының 7 шақырымдай тас жолы жөндеу көрген. Әлеуметтік мекеменің қасында орналасқан және су басу қаупі бар аймақтарға жол салынған. Ал қос көше асфальт төсеу жобасында болмапты. На сегодняшний день у нас по селу. Қазіргі таңда жарықты қосу үшін Мериал шаруа қожалығының техникалық талаптарын күтіп отырмыз. Себебі электр желілері шаруа қожалығына тиесілі. Әлеуметтік нысандарға баратын 4 көше мен су басатын көшелерге жол салды. Жол салу жобасы 2016 жылы жасалды. Жобада Мирный, Бөкейорда көшелерін жөндеу қарастырылмады. Қазіргі таңда жолды күтіп ұстау бойынша келісім шарт жасақталды. Қос көшенің жолын тегістеу үшін өтініш береміз. Әзірге 2 көшенің жолын жөндеу үшін жоба жасақталмады. Алайда тұрғындардың талабын ескереміз. Әкімнің сөзіне сенсек, келер жылы Мичурин ауылының бірнеше көшесіне жол салынбақ. Ал қос көшенің тұрғындары әлі біраз балшық кешіп, қараңғы көшемен үйден қалаға қатынамақ. Атқарушы билік алдағы 3-5 жылдың ішінде жөндеу жұмыстарының жобалық сметалық құжаттары жасалу мүмкін деп мәлімдеді. Қаланың іргесінде орналасқан ауыл тұрғындары резеңке етік киіп, балшық кешіп, шаң тозаңмен тыныстап, әлі біраз өмір сүретін жайы бар. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы. Оралдағы Гагарин 1-1 мекен жайындағы көп қабатты үйдің жер төлесі кәріз суына толған. 2 аптадан аса уақыттан бері қандай әрекет етсе де қолдарынан іс келмеген тұрғындар арнамызға хабарласып көмек сұрады. Мәселенің мән-жайына арна тілшілері қанық болып қайтты. 17 қарашадан бері кәріз суы толып, жертөледегі қолқа қаптыра рейстен әбден мазалары кеткен тұрғындар кімнен көмек сұрарға білмей дал. Тіпті бірінші қабаттағы бірқатар тұрғын мәселе шешілгенше пәтерлерін тастап кетіпті. Машина жіберіп жатырмыз, аварийне кетіп жатыр дейді. Бір 2 рет келді машина, он толком ештеңе жоқ. Иісі деген жаман. Етіп жатырмыз. Бұл үйге дорожная пәтерелері кооперативі күтім жасауы тиіс. Алайда тұрғын жайдың жертөлесін тазартып, қажетті жұмысты атқарудан олар бас тартыпты. Қазір үй ішінде отыра алмайсың. Тұншығып жатыр. Ладно, біздер Құдайға шүкір жастарымыз бір талайға келді. Мына 90-дағы кемпірдер бар. 80, 60, 70. Жастар енді олар өздеріңіз көріп, мына жұмыс жағдаймен қазір мына арада жоқ, бәрі жұмысқа кетіп қалды. А біздер сонда тұншығып өлеміз бе? Осылайша 175 пәтерлі 9 қабатты үйдің тұрғындары қалалық әкімдікке хабарласып көмек сұрағанмен олардан мардымды жауап ала алмаған. Ашынған тұрғындар арыздарын кімге айтарға білмей шарасыз күйде. Ал Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары осы жағдайға жеткізген тұрғын жай иелерінің өздері кінәлі дейді. Пользуются люди, у нас, к сожалению, так Бұл мәселе таныс. Тазарту шаралары үшін техникалар бөлінді. Бұл жердегі мәселеге тұрғындар өздері кінәлі. Өйткені тағам қалдықтары мен малдың ішек қарына, одан қалды тұрмыстық қалдықтарды құбырға ағызады. Қазір өздеріңіз білесіздер, соғымның уақыты, тіпті малдың терілеріне дейін шығып жатады. Сол себепті кәріз желілеріндегі құбырды тазарту оңай емес. Гагарин 1-1 мекен жайы тұрғындарына енді мәселенің шешілер күнін күткеннен басқа амал жоқ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК телеарнасы. Оқушылар сарайы 2016 жылдың 13 желтоқсан күні Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл толу құрметіне орай ашылды. Демек, биыл ұйымға 5 жыл. Оқушылар сарайы балаларға, жасөспірімдер мен жастарға әлеуметтік білім беру және сауықтыру іс-шараларда әртүрлі бағытта өздерінің қызығушылықтары мен қабілеттерін іске асыруға мүмкіндік беретін көп бейінді қосымша білім беру мекемесі. Аталмыш мереке қарсаңында кеш ұйымдастырылды. Арна тілшілері тарқатып берсін.
Оқушылар сарайына 5 жыл. Атаулы дата аясында бүлдіршіндер мен ұстаздар мерейлі мереке атты кеш ұйымдастырды. Мерекелік кеш жылулық сыйлаған әлем атты қайырымдылық жәрмеңкесімен басталып, қара шетпен қойылымымен жалғасты. Айта кетсек, қойылымның барлық кейіпкерлерін оқушылар сарайына үзбей барып, түрлі үйірмелерге қатысып жүрген оқушылар ойнап шықты. Ата-аналар болса қуанышын жасыра алар емес, өйткені қойылым көрермендерді ерекше әсерге бөледі. Қазіргі заман талабына сай барлық үйірмелер бар. Енді оқушылар сарайының жалпы ұжымына біз сәттілік тілейміз. Талантты да талапты оқушылары көп болсын. Қазіргі таңда 5 жылдықта олардың алған жетістіктері өте мол. Кеш мерейлі мереке концерттік бағдарламасына ұласты. Оқушылар сарайының өнерлік өрендері мерейтойлық шараның көркін келтірді. Ән айтылып, би биледі. Ұжымның 5 жылдық жұмыс тәжірибесіндегі жетістіктер көрсетілді. Сарайдың ғана емес, өңіріміздің тіпті күллі қазақ елінің мақтанышына айналған білім ордасының тәрбиеленушілерінің аты аталды. Қатарында Даниал Сәбит те бар. Жеке бапкер оқушылар сарайында балалармен етене жұмыс жасайды. Ұлттық құрамаға ілінген былтыр 18 жасар Сәбит Даниалдың жеке бапкерімін. Осы жазда 2021 Араб елінде Дубай қаласында күміс медаль иелендік. Сол біздің 5 жылдық, аз да емес, көп те емес, 5 жылдық еңбегіміз. Соған бүгін барлық жиналып осы. Мерейтойлық концерттің соңында жаңадан жарық көрген оқушылар сарайының гимні шырқалды. Шара барысында облыстың білім беру саласында өзіндік орнын қалыптастырған оқушылар сарайының 5 жылдық жұмысы қорытындыланды. Кеш қонақтары мерекелік кешке үлкен ризашылықтарын білдіріп, бастысы балалардың өнеріне жоғары баға берді. Мейірман Нұрманұлы, Еркебұлан Серікұлы, Мерболат Шагипаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінге бар айтарымыз осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпарат тарататын ТДК 42 арнасы әр үйдің төрінде қосылып болсын. Амандықта жүздескенше. Ауа райы демеушісі Шолохов кілемдер дүкені. Шолохов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы, Шолохов көшесі 7Г. Телефон 8705 992 0207. Ауа райы демеушісі Шолохов кілемдер дүкені. Шолохов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы, Шолохов көшесі 7Г. Телефон 8705 992 0207.